300 мың подписчикке жетіпсіздер ме? Иә. Кубасы бар қазір. Мынаны барлығы сатып алған. Бұл не ол? Доп. Жоқ, бұл не ол? Неге сатып алайын деп жатсың? Бұл жер не ол? Магазин. Ал Ибрахим мамасымен бірге қолында ақшасы бар. Сатушы ойнайық дейді. 1 миллиард теңге. 1 миллиард теңге ақшасы бар екен қолында. Енді міне сататын заттарымыз осындай. Чипсы, ашылған чипсы сатамыз. Міне, сол магазинге келіп сатып алушы болады ол. Мен мамасы дүкенші болам. Ал, келе беріңіз. Дүкен ашық, магазин ашық, зат аламыз, зат, доп аламыз. Саламатсыз ба, ағай? Ақшаңыз көп екен. Не алайын деп тұрсыз? Ол жақта менің үйім ғой, ол сатылмайды ол. Саламатсыз ба, иә. Қос жүресіңді қайтпайсың. Не алуға келдіңіз, ағай? Бізде чипсы бар, сотка бар, әліппе бар. Балаңыз бар ма үйде? Әліппе үйренетін? Соған әліппе алып беріңіз. Бупи? Бупиге онда мындай қонжық алып беріңіз. Өзіңізге айран алыңыз. Иә, бупиге де болады айран. Доп алыңыз. 4000 теңге. 2000, 4000. Тағы бір қос жүрейін. Тағы не аласыз? Айран. Айран, иә, 2000 теңге. 2000. Ала қойыңыз, қонжық пен айранды алыңыз. Ақшаны маған беріңіз қолыма. Дұрыс. Ала беріңіз. Жақсы, сау болыңыз, келіп тұрыңыз, ақшаңызды ұмытып кетпеңіз. Ал түн батты, бізде магазин жабық. Ибрахим деп бұңы. Сатып алушымыз үйінде демалып ұйықтап жатыр екен. Ақшасын қасына алып жатады екен, үнемі тастамайды. Біреу ұрлап кететіндей соның ақшасын. Мен отырым, дүкенді түнімен де ашып қойып, жабық деген екен мұңғы. Болды, күн шықты, таң атты. Зат сатам, зат. Магазин ашық. Ақшасы көп адамдар келсе екен магазинге, бірдеңелерді сатып алатын. Дүкеншіге бір сатып алушы келе жатыр. Саламатсыз ба? Сіз әйел адамсыз ба, еркек адамсыз ба, атасыз ба, кімсіз, баласыз ба? 5 жастағы балам. 5 жастағы бала келіп тұркен. Меме амандаспайсың ба енді 5 жастағы бала болса? Саламатсыз ба? Саламатсың ба, балам? Кім жіберді сені? Мамаң жіберді ма? Магазинге? Не ал деп жіберді? Сотка сатып ал деп жіберді ме сені? Маман? Ой, бай. Ал, соткаға ақшаң жете ма? Жете. Онда біздің соткамыз 16 мың тұрады. 16 мың? 16 мың теңге. 4 мың? 8 мың? 16 мың? Сені 16 дедің ғой? Беріңіз енді. Ана біреуі қалып қойды жерге. Мына бала хитрый, мен есептеу білмейді деп 16 мың деген соткасын 8 мың қалып баратыр ғой.
Ладно, енді ақшасы бітіп қалар, бере берейік. Ала қойыңыз, сотканы. Байқа, жолда жоғалтып алма, мамаң ұрсып жүрер. Жақсы, балам, сау бола ғой. Sen battı gidiyordu. Қайтадан түн батты дейді. Біз де дүкенді жауып, ұйықтап алайық онда. Ойба, қорылдап ұйықтайды екен мынау. Біздің үйге дейін естіліп жатыр ғой. Ойба. Құлағымды жеп қойды, ұйықтай алмадым түнімен. Дүкен ашық. Біздің дүкендерде доп бар. Чипсы бар, пенал бар. Деген уже мама алып келем. Кел. Тұра қойым. Саламатсыз ба, Көрші апай, қалайсыз? Кеше балаңызды жібердіңіз, бүгін өзіңіз келдіңіз ба? Не алайын деп едіңіз? Бізде бәрі бар. Суши бар ма? Суши? Мен деген фастфуд кафе емеспін ғой мен. Мен дүкенмін, мен магазин, зат сатам мен. Сушиді кафеге барып жейсің. Нағанша теңге болады екеуі? Медаль? Оны кімге алайын деп жатырсыз? 5 жастағы бала ма? Балаңызға медаль алып берейін деп жатсыз ба? Әрқайсысы 2000 теңгеден? Әрқайсысы. Екеуі да 2000 ба? Иә. Бірінші орын деген қанша? 2000 теңге, анау да 2000 теңге. Қойшы бірінші орын деген қымбат болады. Қанша болады? 10 мың? Ойба, ақшаңыз жете ме оған? Ал жақсы, 10 мың болса 10 мың. Алтын екен бірінші орын. 2000, 4000. Алса шу ба? 16 мың. Ойбай, мынау 17, 20 мың ғой. Кішкене бір ұлы алайын бұл. 16 мың. 10 мыңнан асып кетті ғой. Ала қойыңыз, әкеліңіз. Екеуін баға. Заттарым өтсін, заттарым өтсін. Жақсал, балаңызды қуантып қайтыңыз барып. Сау болыңыз. Ойба, мойнына әлеттесе бұл қолына сумка ұқсат өтіп алғаныз. Менде ақша көп мен. Қанша теңгеге санауыз? Болды, дүкен жабық. Бүгін біздер жабыламыз. Ой, ана қорылды бастағы көш. Алған заттарынан жегі үйіп қойған ес. Ақшасы әржет жете береткен ең. Ойба, ауына ұйықтавады домалап. Ойба, тамағы қалай алуын. Ой, жаман түс көріп жатыр ой деймін бала. Түс көріп жатыр осы. Ойба, түсінде не істеп жатыр мынау? Ой, тұрды ау әйтеуір. Магазин ашық. Зат аламыз, зат.
Иә, папасы келсін енді ол баланың. Ойбай, оның папасы қатаң, оның папасы деген. Саламатсыз ба ағай? Қабағын түйіп алған екен папасы деген. Ойбай, қорқам осы кісі келсе. Не аласыз ағай, айта беріңіз. Әліппе! Ойбай, әліппе дейді, тірілік бітті ғой, қолым бәрі. Әліппе алам дейді. Оған деген. Ойбай, осы сөйлесе қорқып кете берем, дірілдеп кете берем осы кісі келсе. Әліппе ағай, сізге тегін берейін. Былай-ақ ала беріңіз, ақша бермей ақ қойыңыз. Оған деген. Бұл бересіз ба ақшасын? Қанша теңге десем екен, қорқып тұрмын ұрсып жібере ма деп. 2000 теңге. Аласыз ба? Бүгін настроениясы жақсылау сияқты ағайдың. Ойба, ағай деген бүгін мен қорқып отырсам дірілдеп добрый болып кеткен ғой. Рахмет ағай. Барлық затты алайын деп жатсыз. Тағы да қосымша ала беріңіз, көп ақша беріп кеттіңіз ғой маған. Ана şu миллиард теңге бердім. Бәрін ала қойыңыз енді. Рациямен доп қалды, сосын мыналар қалды. Сонымен менде магазинде зат бітті, магазинде жабамыз енді. Екінші рет неміз, мен